Қазақстандық боксшы Қанат Исламның келесі кездесуінің өту мерзімі мен қарсыластың есімі анықталды. Шынын айтайық, бұл біздің көптен күткен жаңалығымыз. Оған сәйкес, қазақ деген лақап бар жеңілмеген жерлесіміз ганалық боксшы Абадай Саимен ақш-та жұдырықтасатын болды. Кездесу 20 ақпан күні Флорида штатындағы Майами қаласында өтеді. Бұл Қанат үшін 2019 жылдан бергі бірінші жекпе-жек болмақ. Қанаттың болашақ қарсыласы 2008 жылы таңғажайып деген лақапатпен кәсіби мансабын бастаған. Сосын 1,5 жылдан соң бірінші орта салмақта 12 раундтық кездесу өткізіп, Гана чемпионы атанады. Дегенмен ол халықаралық деңгейге көтерілу мүмкіндіктерін пайдалана алмаған. Абадай өзінің 39 кездесуінің екеуін шетелде өткізеді. 2011 жылы ол Британияда Джейми Кокспен кездесіп, төрешілердің бірауыздан шешімімен ұтылған. Ал арада 3 жыл өткенде ақш-та жергілікті былғары қолғап жіберіп, Дерек Уэбстерден нокаут алған. Еншісіндегі 3 жеңілістің екеуі міне осы. Ал үшіншісін ол өз елінде IBF Африка және WBO Африка белбеулері үшін өткен сында намибиялық Уолтер Каутандоквадан алған. Сіздер қалыс естімедіңіздер. Ол Қанаттың соңғы кездесуіндегі қарсыласынан техникалық нокаутпен ұтылған. Міне осы 3 жеңілістен басқа Абадай ұтылып көрмепті, бірақ соңғы бәсекесінде конгалық Мурдачи Кувеса Катембомен тең түскен. Боксрек сайтында Абадай 13 ақпан күні кездесу өткізеді деген ақпарат болды, бірақ оны өтіп-өтпегені сол күйі белгісіз жағдайда тұр. Жалпы боксшы кәсіпқой рингте 221 раунд өткізген, ал жеңіс пайызы 66,6%-ды құрауда. Дәл қазіргі сәтте ол WBO бойынша Африка чемпионы. Боксрек басында Исламның 20 ақпанда кездесу өткізеді деп хабарлаған болатын, алайда сәл кешірек бұл ақпаратты алып тастады. Жалпы Қазақстандық ақш-та өткен жылдың қазан айында кездесу өткізу керек еді, бірақ қарсыласында мәселе туындап өтпей қалған еді. Соңғы кездері Ислам мексикалық Хайме Мунгуямен кездеседі деген ақпарат жиілеп кеткен еді. Бірақ бұл сын туралы сол күйі ресми хабарламаны естімеді. Қазақстандық тағы бір жеңілген кәсіпқой боксшы Бобержан Моменов келесі кездесуін 25 наурыз күні Пуэрто-Рикода өткізетін болды. Бұл туралы жартылай орта салмақта өнер көрсететін боксшымыз Инстаграмдағы парақшасында жариялады. Тура осы күні ол 26 жасар Пуэрто-Рикалық қаны бар американдық боксшы Брайан Себальомен бақ сынасады. Себальо 12-0 рекорды бар жеңілмеген боксшы. Ол қазақстандық боксшылармен кездесуде тәжірибесі бар. Мансап жолында ақтөбелік Бақтияр Июбовпен бокстасып жеңіске жеткен. Бобби өзінің парақшасында: барлығыңызға ассалауму алейкум, достар, Алланың қалауымен рингке 25 наурыз күні Пуэрто-Рикода оралатын болдым. Кезекті жеңісімен қуантындау үшін қолдан келгенді аямаймын деп жазды ол. Басында Момынов 27 наурызда Екатеринбургта өтетін сынға қатысу керек болатын. Қарсыласы жеңілмеген украиналық Эдуард Скавинский болуы тиіс еді. Бұл вакантты IBF Балтик белбеуі үшін өтетін кездесу деп жарияланған. Бірақ көріп отырғандарыңыздай жағдай өзгеріп кетті. Момынов өткен жылы қыркүйекте жұдырықтасып, IBF Еуразия белбеуін жеңіп алды. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Сонымен қатар, осы бейнематериалды түрлі әлеуметтік желілер арқылы таратуларыңызды сұраймын. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.